Әрбір қайырымдылық немесе қоғамдық қордың, волонтерлық топтың уақыт өте келе белгілі бір жұмыс істеу қағидалары қалыптасады. Қайырымдылық жасаушы мектебінің шеңберінде біз сіздерге Аяла қорының 10 жылдық жұмыс тәжірибесі туралы айтып бергіміз келеді. Жұмыс істеу алгоритмі мынандай. Ең алдымен ақпарат жиналады. Қордың командасы өзінің қамқорлығындағы мекемелердің қажеттіліктерін ең алдымен жан-жақты зерделеп қарайды. Бұдан кейін министрліктермен және жергілікті денсаулық сақтау, білім, мәдениет, әлеуметтік қорғау басқармаларымен келісу орын алады. Маңызды әрі қажетті жобалар іріктеледі. Одан соң жоба рәсімделіп, бюджет жасалады. Жеткізушілерді іздестірген кезде қор әрдайым баға, сапа арақатынасын негізге алады. Демеушілерді іздеу ең маңызды мәселе, әсіресе қаржылық дағдарыс кезінде. Жоғарыда атап көрсетілген барлық кезеңдер іске асырылғаннан кейін қор командасы жобаны іске асыруға кіріседі. Балалар алаңдарын салады, жабдықты және мүкәммалды сатып алады, түрлі шеберханаларды жабдықтайды. Жобадағы ең жағымды жағдай ашу немесе тапсыру рәсімі. Оған қор балалардың бақытты жүздерін немесе істелінген жұмыстың нәтижесін көрсету үшін міндетті түрде демеушілерді, әріптестерді, журналистерді және волонтерларды шақырады. Аяла қайырымдылық қорының жұмыс істеу қағидаттары. Демеушілерден түскен 100% түсім тек жобаларды іске асыруға жұмсалады. Ал әкімшілік шығыстарды қордың құрылтайшысы өтейді. Осының бәрін беделді қамқоршы кеңес бақылайды. Егер сіздер қайырымдылық істермен айналысуға дайын болсаңыздар, онда қайырымдылық жасаушының осы бір сабағы сіздерге көмек болады. Қайырымдылық жаңа әдетімізге айналсын.